Бұл басымнан өткен оқиғалары, шым шытырман оқиғаларды айтуымның басты себебі қазақтың қыз келіншектері барлығымыз осылай жүрміз да. Өзімізді соңғы орынға қоямыз, үйдің жұмысы болса жасаймыз, қайын жұртымыз не дейді, өз жұртым не дейді, нағашыларымыз, бауырларымыз, балаларымыз не дейді, келіндеріміз не дейді деп сөйтіп жүргенде уақыт деген ең қымбат өте шығады, денсаулық ең қымбат жоғалтып аласыз. Мен соны кеш түсіндім, бірақ өзіммен жұмыстану барысында, өзімді қолға алу барысында осыны жеңе білдім. Жеңе алмай жүргендер қаншама да. Енді менде сол бір қарым-қатынасқа келген кезде де балаларыммен, бауырларыммен қарым-қатынасымда ауырлай түсті. Менің денсаулығым нашарлаған кезде олармен де қарым-қатынас ауырлай түсті. Олардың өйткені менің денсаулығым ауырлаған сайын менің эмоциям көтерілетінді, мен шынын айтсам кей кезде біріне барсам туған күн тойдың біріне бара алмайтынмын, қонаққа барсам тез тұрып кетіп қалатынмын, өйткені денсаулығым мазамдалатынды. Ал оны олар түсінгісі келмейтін, олар өздерінің тойларын жақсы өткізгісі келеді, қуаныштарын жақсы қылып көтермелегісі келеді, бірақ менде ондай хал болмады. Ұзақты күн ойлана келе мен таңдауды Аллаға тастадым. Өйткені мен бұған дейін балаларым, қайын жұртым не деп айтады екен, бұларды жеткізе алмай қалсам, айналам не деп айтады, Нұрланның жолдасым, достары не деп айтады деген жүкті мойныма артып алып, құрсыншы қарыз болса шығармын, қиналыс болса да бұдан шығармын, ауыртпашылықта болса бұны да жеңерміз, үй алайық, баспана алайық, тағы бірдеңе алайық деп осылай жүре бердім, осыларға жағдай жасадым да. Бірақ түптің түбіне келгенде, мен басыма іс түскенде, мен қиталғанда ешкім түсінбеді. Өйткені үндемейтін адам жүндеуге жақсы, үнемі үндемей істей бергеннен кейін сыртында жаңағы адамдардың әңгімелеуі, мазамдалуы, бір сөзбен айтқанда әділетсіздіктер өте көбейіп кетті. Соның бәрі менің ішкі халіме әсер етті. Шынайы өзімді ұмыттым. Ұмытқан кезде маған түрлі жан-жақтан атакалар басталды. Мен осыны жеңу үшін жылдап тұрып ораза ұстап, жылдап тұрып Алламен байланысқа шығып, сонда осы бір тәсілді, 30 күндік тәсілді ойлап таптым. Мен көп жылдар болып күрескен болсам, қазір 30 күнде бұл күресті жеңуге болатынын мойындадым, және Алла тарапынан келіп тұрғаннан кейін қабылдадым.